Көптеген қыз-келіншектер ұзын, қалың шашты қалайтыны сөзсіз. Бұл үшін қалампыр мен имбирден жасалынатын үнді маскасы бар. Ол шаштың өсуін тездетеді және жылтыратады. Имбир мен қалампырдан жасалған маскалар шаштың түсуімен, бас терісінің майлануымен күресуден шаршағандар үшін таптырмас маска болып табылады. Бұл маска әсіресе үнді елінде аса танымал. Себебі онда тұратын әйелдердің шаштары қалыңдығымен, жылтырымен көзге түседі. Бұндай маска шаштың өсуін жылдамдатады, табиғи жылтыратып, қайызғақтың алдын алып шашты тегістейді. Бұл рецепт үшін 3 ас қасық қалампыр ұнтағы керек болады. Қалампырды кофемолкада ұнтақтап алсаңыз болады. Осы ұнтақталған қалампырға бір имбирді теркадан өткізіп қосамыз. Осы қоспаға горчичный майды немесе миндаль майын немесе кокос майын қосамыз. Қоспаны отқа қойып, барлық элементтер жақсы араласатындай етіп бірнеше минут қыздырамыз. Енді дайын болған қоспаның суығанын күтіп, марла арқылы сүзіп аламыз. Осы қоспаны шаштың түбінен бастап, шаштың ұшына дейін жақсылап уқалай отырып жағып, 1 сағатқа қалдыру керек. Одан кейін шампуньмен жақсылап жуып тастайсыз. Жақсы нәтиже алу үшін масканы аптасына 2 рет қолданған дұрыс. Ал қалған қоспаны салқын жерде сақтап, ары қарай қолдана берсеңіз болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.